Сәлеметсіздер ме? Ана тілі оқулығындағы 32-ші сабақ әліпби тақырыбымен танысатын боламыз. Өткенді, яғни үйге берген тапсырманы пысықтау мақсатында сұрақтар қою арқылы немесе өзіңіздің тиімді әдіс тәсілдеріңіз арқылы өткен сабақты сұрасаңыздар болады. Бүгінгі сабақта әріптермен, әріптердің ретімен тыныс белгілерін дұрыс қоюды және дұрыс көшіріп оқуды меңгеретін боламыз. Оқулықпен жұмыс мәтінді дұрыс, біртұтас оқыту және түсінгенін сұрау арқылы қорытындылаймыз. Бірінші жаттығу. Оқы, мәтін бөлдіктерін орнына қой. Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш. Бұл мәтінде мәтіннің әр бөлігі дұрыс қойылмаған, яғни сонда атасы деп жалғап кеткен. Бірінші, атасы 10 жасар баласымен далада келе жатты. Ол баласынан сұрады: ана өрмекші не істеп жүр? Өрмекті оқып жүр. Ана құмырсқаны көремісің? Я, аузында нанның қоқымы бар. Ол жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында тістеген шөбі бар. Содан кейін ғана біз сонда атасы деген бөлігін оқитын боламыз. Сонда атасы: осы кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмысы жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен, деді. Мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Балалар, атасы баласына не сұрады? Я, өрмекшіні не істеп жүргенін, құмырсқаның не істеп жүргенін. Өрмекші өрмекті оқып, ал құмырсқа да өз азығын іздеп тауып барады екен. Атасы: жоғары қара, аспанда не көрінеді? Дейді. Аспанда қарлығаш ұшып жүр екен, аузында тістеген шөбі бар. Сонда атасы: міне осындай кішкентай жәндіктер саған үлгі болсын. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сен де жұмыс жасауға әдеттен, деп баласын еңбекке шақырды. Атасы баласын еңбекқорлыққа баулып жатыр. Бала оған не деп жауап берді деп ойлайсыңдар? Я, дұрыс айтасыңдар. Әрине, бала атасын қолдайды. Мәтін мазмұнын топта талқылаңдар. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Дәптермен жұмыс. Екінші жаттығу. Жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз. Ұғымпаз бала болар дана. Ұғымсыз бала қалар шала. Балалар, ұғымпаз және білімді болсаңдар дана болады екенсіңдер. Ал айтқан тілді алмасақ, ісіміз шала болады екен. Үшінші жаттығу. Суреттерге қарап, әліпбидің қай кезде қолданылатынын айт. Өзің мысал келтір, деді. Балалар, біз әліпбиді қай уақытта қолданамыз? Я, әліпби бізге әріптерді білмеген кезде әріптерді оқып, жаттап, ретін біледі екенбіз. Ал мына суреттегі бала қайда жүр? Дұрыс айтасыңдар, кітапханада жүр. Балалар, кітапханадағы кітаптарды білесіңдер ме? Олар алфавит ретімен тұрады. Әр кітапты біз алфавит реті арқылы тауып аламыз. Міне, әліпби мен алфавит екеуінде сәйкестік бар екен. Және топпен жеке жұмыс арқылы балаларды қызықтыру мақсатында түрлі әдістер қолдансаңыздар болады. Яғни өткен тақырыптарды пайдалана отырып, сұрақтар арқылы. Келесі, үйге тапсырма берілген мәтінді оқып, түсінігін айтып келу. Және кез келген жаттығуды болмаса өзіңіз тапсырма дайындап келіп, үйге жазуға орындатасыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.